Каналға қош келдің балақай. Бүгінгі тақырып көліктер. Көліктер. Автокөлік. Автокөлік жолаушыларды тасымалдауға арналған, адамды керек жеріне тез жеткізетін көлік түрі. Жүк көлігі. Жүк көлігі көп және ауыр заттарды тасымалдайды. Құм, тас, құрылыс заттары. Пойыз. Пойыз вагондар тізбегінен құралған ұзын темір жол көлігі. Автобус. Автобус көп адамды алып жүруге арналған, қала ішінде адамдарды қажетті жеріне жеткізуші ұзын ыңғайлы көлік түрі. Велосипед. Велосипед адам өзі аяқ күшімен қозғалтатын екі дөңгелекті жеңіл көлік түрі. Тік ұшақ. Тік ұшақ аспанда ауыр ұшу көлігі. Пайдалану мақсатына қарай әскери және азаматтық болып табылады. Кеме. Кеме мұхитта, теңізде, су астында жүзе алады. Мотоцикл. Мотоцикл екі немесе үш дөңгелектен тұратын, қозғалтқыш арқылы жүретін көлік түрі. Ұшақ. Ұшақ ауада ұшуға арналған, қанаты бар аспан көлігі. Жолаушыларды алыс ел, қалаларға тез жеткізу үшін арналған. Трактор. Трактор дөңгелегі үлкен, шынжыр табанды болады. Жер қазу, ауыл шаруашылығы және де тағы басқа жұмыстарды атқаруға арналған үлкен көлік түрі. Арнайы көліктер. Жедел жәрдем. Жедел жәрдем науқас жандарды ауруханаға жеткізу үшін арналған. Өрт сөндіру көлігі. Аты айтып тұрғандай, өрт сөндіру үшін қажет көлік түрі. Полиция көлігі. Полиция көлігі қала ішіндегі тәртіпті қадағалау үшін полиция қызметкерлеріне арналған көлік болып табылады.